егер де бала сал болып туса, әйел адамнан көреді. Сен дұрыс емессің, сенің денсаулығың дұрыс болмаған. Бұл жерде меніңше медициналық білімнің жалпы қазақы қоғамда кішкене аздау болғандығынан болар, көбіне әйел адамнан ғана көреді. Дұрыс айтасыз, бұл жерде бір тарап кінәлі деп айту қиын. Бұл жерде екі тараптың да қосар үлесі өте зор. Яғни балада ұстама белгілер басталып, эпилепсия диагнозы қойылғаннан кейін біздер айтамыз, осы туған туысқандарда ешкімде жоқ па? Олар бірден айтады, бізде жоқ. Саралай келгенде ешкімде жоқ болса, онда бұл вероятно жаңағыдай мутацияның анықталған түріне байланысты, бұл гетерозиготты немесе де ново пайда болған, мозаицизмнен пайда болған түрлі мутациялар болса, ол жерде ешкімнің кінәсі жоқ. Енді қазіргі жағдайда трендтер кішкене өзгеріп келе жатыр ғой. Осыдан 10 жыл бұрын әйел адам сондай баланы дүниеге әкелсе, ұл жақ тараптары қатты ауыр көзқараспен қарайтын. Қазір соңғы кездегі байқап жүргенім, керісінше екі жас бірін-бірін қолдайды. Көп жағдайда осы тенденция өзгеріп келе жатыр. Ол дұрыс, себебі мен ойлаймын, бұл ақпараттық ағымдар кеңінен таралып жатыр, түсіндіріліп жатыр, түсіндірілу жұмыстары жүріп жатыр.